Сәлем, сүйкімді көрермен. Бұл арнада сіз сиқыр мен шындық қатар өмір сүретін әлемге саяхат жасайсыз. Ертегіні тыңдаған соң арнаға жазылып келесі сиқырлы хикаяны жіберіп алмаңыз. Айсұлу мен сиқырлы жануарлар еліндегі жол. Баяғыда Алатаудың баурайында Айсұлу есімді қыз өмір сүріпті. Ол өте еңбекқор, табиғатты сүйетін, мейірімді еді. Айсұлудың ең жақсы көретіндері 3 жануары. Бірақ бұл жылқы, бір қоңыр сиыр, және бір сүйкімді қой болатын. Бұл жануарлар жай ғана жануар емес еді, олар түнде сиқырлы тілмен сөйлесе алатын. Бір күні Айсұлу таңертең оянса, жануарлары жоқ болып шығады. Іздеп шыққанда артында тек жалтырап тұрған көк гүлдің ізі ғана қалған екен. Сол гүлдің ізімен жүріп отырып, Айсұлу сиқырлы орманға тап болады. Ол орманда сөйлейтін ағаштар, жылап тұрған өзендер және аспанда қалықтаған алып көбелектерді көреді. Сенің жануарларың сиқырлы патшалыққа әкетілді дейді бір ағаш. Ол жаққа тек жүрегі таза адам ғана өте алады. Айсұлу жүрегімен сиқырлы қақпаны ашады. Қақпаның ар жағында сиқырлы жылқы сөйлей алады, сиыр емдік сүт береді, ал қой алтын жүн шығара алатын қабілетке ие болған екен. Бірақ олар зұлым хан Шайым Зәренің қолында тұтқында. Айсұлу батырлықпен Зәренің сарайына кіреді. Ол хан Шайымға былай дейді: «Мен сиқыр сұрамаймын, тек достарымды қайтаршы». Зәре алғашында мейірімсіз еді, бірақ Айсұлудың шынайы жүрегін көріп, өзі де өзгеріп кетеді. Ол Айсұлуға жануарларын қайтарады да. Шын жүрек сиқырдан күштірек депті. Содан Айсұлу жануарлармен ауылына қайтып оралады. Халық оны батыр деп құрметтеп, әр жұма сайын ертегі кештері ұйымдастырып, Айсұлу айтқан оқиғаларды тыңдайды екен. Ал сенде дәл Айсұлу сияқты жүрек бар ма? Егер ертегі ұнаса, арнаға жазыл, келесі сиқырлы хикаяны бірге тыңдайық. Келесі ертегіні қай тақырыпта қалайсың?